журнал шыққан Қарашай Шеркеш еді, Қарашай шақарында шыққан. Бұл журнал жылда 2 кere шығады. Мұны шығарғандар біздің туған тілді өрлендірек болып, жоқ болмасын деп. Міне, ол үлкен қосым етеді бұл журнал. Біз сүйінеміз. Я бір кітап шықса, журнал шықса, газет шықса, ол бізге үлкен күйез. Сондай күйезмен мен де бөлісейім, шу журналдың ақында сізге іштеліктерін нес баспаланған соның ақында айтайым. Журналдың аты Сәуле, жылы, юмарт, бек әруат. Бұл журналды шығарады Қарашайдың университеті Алиев атындағы. Проекттің жетекшісі Таусолтан Үзденов болады. Бұл журнал шығады Қарашай, Шеркеш, Абаза тілінде. Ноғай тілінде журналды Фарида Атакаева редактор болады. Енді іштелігін қарайық. Бұл журналдың іштелігінде басланады журнал. Біреуді мұтылман, бір затта мұтылманды. Фазил Абжалиевтің ятлауынан басланады. Несен, о соғыс жылlarda өзі соғысқан еді. Ол соғысып, ені күнін юқ еткен біздің халыққа. Солай оқ, мұнда ятлаулар бар, соғыс жылда туған балалар. О Абылкадыров, Капаев, Керимов, оларында ятлаулары бар. Балатовтың мұнда баладасы бар. Мұрзаевың хабары бар. О бегеге. Солай оқында міне халық ауыздан яратушылығы деген бөлігінде Ноғай тақпақлар бар. О тақпақлар Асманов, Махмуд Асманов құлық болған. Ол Санкт-Петербургта 1803 жыл Ноғай құмықлар текстінен кітап шығарған. Сол кітап араб елімен шыққан. Міне сол араб елінен ол кітаптарды Жымау Каракаев әлгі біздің кириллица аударып баспаланған. Сол үшін бұл тақпақлардың үлкен мәнесі бар. Біз оны қолданмайрақпыз. Онда баспалаған тақпақларды міне әлгі тақпақларын теңлестіріп қарамады олар. Қайда бізде бүгін сақланған, қайда жоқ. Солай мұнда айтылады бар 3-ші кесегі әлгі адабият. Онда С. Аджиковтың, Казаковтың, Каплановтың, Малибаеваның, Мұхмед Өтевалиевдің ятлаулары бар. О бек әрі. Бүгінгі біздің поэзияға жаң қосымлар қосылады, ятлаулар жазылады, поэма соны көрсетеді. Екінші яғы бар, біздің есімістедіп бар. Онда Гамзат Ажигелдиевке бағысланған мақалалар бар. Гамзат Ажигелдиевтің өзінің ұрланған сүйім дейм поэмасы баспаланған. Солай оғында филология ілімінің докторы біздің Насыпхан Сүйіндің Келдіхан Құмратова бағысланған үлкен мақаласы бар, ілімі мақаласы. Солай Құмратова бағысланған ятауларды, оның өзін ятауларды баспаланған. Солай оқында көшірмелер дейді. Көшірмелер дейін оны Өтемисовадың балық дейін ертеге көшірген Пушкинді. Оны көшірмелер деп айтпашы керек туды, айтпауды аударғанлар деп. Несің көшіру деген сөз, бір үйден біреу көшірме болады. Аудара дейін Ноғай тілден, орыс тілден Ноғай тілге аударса, аударып тастайсың. Оны үлкен құлық етесің. Аудармаларды жазған болса, игі болай ағады. Оны солай оқ, мұнда ілмі мақалар бар. Мұнда біздің тілдің мәселелерін көтереді, біздің әлімлер. Солай оқ, мұнда кірген оқушыларға маслағатты. Біздің оқушылар көп жыл мектепте оққанлар, өзінің ойларымен бөліседі, маслағатларын береді. Өндірікте яң кітап дейді. Оның яң кітаптар шыққан онда. Сонында қайда кітап шыққанларын көрсетеді. Онда яң кітап шыққан, Кажаев шыққан, Атакаевдың книга шыққан. О бегеге несен адамдар оқып, өзінің ойларын жазады. Мен бүйтіп айтпай олам, шу Сәуле дейін книгада шыққан шығармалардың сәулесімен, мен қонысыман, жуықтарыман бөліскім келеді аям қалып. Несен олар оқысын, көңілін өстірсін. Несен мені балшығын бір шешкеден бір шешкеге қонады, оның бал етеді. Сөйтіп
Adamların koluna kitap жүрсе, jurnal жүрсе, сөйтіп олар өзінің көңілін өстірер еді. Соң үшін мен тағы әлі екінші номері шығайық бұл журналдың. Соң үшін Фарида Такаева редактор, оның жандауры болған оқушылар, әлімлер, жазушылар, оларға да сұқылықта биік үстінкілер жораймын, игіліктер жораймын, денсаулық жораймын. Бізді тыңлап тұрғанларға да, көріп тұрғанларға да яшауда нәсіп болсын, жүргенде жолы болсын, бір-біріне яқшылық етсін, жығылған көрбескен, адамға жол болсын, сөйтіп жүрсін. Соның ең тағы да басқа екінші номерін біз үмітімізді суытпай күтіп тұрайық.